Біздің ең алғашқы круизбен демалысымыз өте керемет өтті. Круизбен демалыс бұл теңізде жүріп бірнеше елдер мен қалаларды аралап шығатын бір жағынан еркін, әрі бір жағынан ұйымдасқан демалыс түрі. Мұндай демалыс кемеде өтеді, оған әртүрлі мүмкіндіктер мен қызметтер кірілген. Мейрамханалар, бассейндер, спорт алаңдары, спа орталықтар, ішінде түрлі керемет магазиндер бар. Әртүрлі саяхатшы үшін өзіне қажет дүниенің бәрі бар. Тіпті каникул болған кезде самолетке билеттер қымбатырақ болады екен. Бізге ең тиімді баға Бішкектен Стамбул арқылы Италияның Бергамо қаласына 85 мың теңгеден билет алып бардық. Негізі Алматыдан тікелей ұшсаң Неос авиалиниясы арқылы 45 мың теңгеге де алуға болады. Стамбул қаласына барып, аэропортында 4 сағат келесі өзіміздің Бергамоға дейін ұшатын самолетімізді күтіп, тамағымызды ішіп алдық, аэропортында жүрдік. Сабиха Көкше аэропорты өте үлкен. Италияның Бергамо қаласы Ломбардия аймағында Миланнан солтүстік шығысқа қарай шамамен 40 километр қашықтықта орналасқан тарихи әрі мәдени тұрғыдан бай қала екен. Бұл қала өзінің әдемі көне орталығы мен таңғажайып ландшафтарымен танымал. Аэропорттан шыққаннан кейін Милан қаласына қарай автобустар адам басына 10 евродан апарады. Автобустары 20 минут сайын жүреді екен Миланға қарай. Милан мен Бергамо арасындағы әуе қатынасы жоқ, себебі бұл екі қала бір-біріне өте жақын орналасқан. Әуежайдан әуежайға ұшу ақылға қонымсыз. Бірақ Орио Аль Серио әуежайы Бергамо қаласында орналасқан, ал Милан қаласының ең басты әуежайы Милан Мальпенса және Милан Линате. Бергамо мен Милан арасындағы жолда үлкен біз танитын заводтар, фабрикалар, үлкен фирмалар орналасқан екен. Егер сіз жылдам және ыңғайлы көлік түрін таңдасаңыз, пойыз ең жақсы нұсқа болады. Автомобильмен жол жүруде ыңғайлы, бірақ Миланға жақындағанда кептелістер болуы мүмкін. Автобус бюджеттік нұсқа болып табылады, ал таксимен жеке трансфер бұл ең ыңғайлы, бірақ қымбат нұсқасы. Енді міне Милан қаласына келдік. Тамашалайық ары қарай. Жарым сағат жол жүріп келіп, Миланның басты теміржол вокзалы Милано Централе. Бұл Италияның ең үлкен және ең маңызды теміржол станцияларының бірі болып табылады. Ол қаланың орталығында жеңіл қолжетім жерде орналасқан және Италияның түрлі қалаларына және халықаралық бағыттарға жоғары жылдамдықпен жүретін пойыздарды ұсынады. Вокзалдың іші өте биік, керемет, ішінде түрлі дүкендер, мейрамханалар, кафелер, жолға шығатын орындар мен күту залдары бар. 55 евродан Рим қаласына пойызға билетімізді алдық та қаланы көруге асығып шығып кеттік. Оның арасында суретке осылай видеоға түсіріп үлгердік. Вокзалдың жан-жағында осындай, вокзалдың өзінің сырты осындай өте әдемі, қаланы көрдік. Сонымен қасында қарасақ метро бар екен. Метроға қарай түстік. 2,5 евродан билет сатып алып, Дуо Милана соборы бар ғой, соны көруге бәріміз асығып жүгіріп шықтық қой. Осы метроменен отырып алдық та, тура сол Дуо Милана осы міне собордың алдынан бірақ шықтық.
4 сағат жол жүріп, әбден қаланы Милан қаласын аралап, шаршап, осы басқа темір жол арқылы Рим қаласына жол тарттық. Европа мемлекеті біздің Қазақстанға қарағанда 5-10 есе қымбат мемлекет қой. Бірақ сол мемлекеттің ішінде де осылай арзан демалып қыдырып жүруге болады. Біздің Қазақстанның билетінің бағасымен бірдей. Әлемді тиімді аралаудың жолын білгіңіз келсе, менің каналыма жазылып алыңыз. Ал біз ары қарай Римге кеттік.